Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді, балаларымыз сүйіп жейтін, жұп-жұмсақ болып шығатын ең қарапайым коржиктерді бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан ең қарапайым қазақша рецептерді таба аласыздар. Ең алдымен қамырымызды илеп аламыз. Мен табағымызға 4 жұмыртқамызды салып, оның үстінен қантымды салдым. Екеуіні біркелкі болғанша араластырамыз. Яғни шекерлеріміз, қантымыз еруі қажет. Енді оның үстінен жылы сүтімді құйдым. Өсімдік майыны құйдым. Жарты шай қасықта тұз, 1 шай қасықта қопсытқыш салдым. Барлығы біркелкі болғанша араластырамыз. Яғни менде қантымыз жақсылап еріді, осылай сұп-сұйық болып шықты. Енді үстінен ұнымызды салып аламыз. Менде барлығының грамдары төменде описанияда жазылған. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыз, коржиктеріңіз өте дәмді болып шығатын болады. Енді қалған ұндарымыздың барлығını салып, қолымызбен қамырымызды илейміз. Қамырымыздың араларында ірткілері болмауы қажет. Міне осылай жұп-жұмсақ қамыр болып шықты. Қолға жабысар жабыспас. Енді қамырымызды 5 минутқа қойып қоямыз. Осылай 5-10 минуттан соң қамырымызды алып, мен 2-ге бөліп аламын. Не осылай бөліп алдық. Енді домалақ етіп жасап жаятын боламыз. Ұнды ұндарыңыздың сортына қарай салып отырыңыздар. Ең бастысы қамырымыз қалың болып қалмауы қажет. Не осылай жайып алдым. Қамырдың қалыңдығы жұқа болып кетпеуі қажет. Яғни менде 7-8 миллиметрдей болды. Мен бір қамырымды осылай өзімнің құрылғымен осылай кесіп аламын. Сіздер кез келген стакан болсын, басқа құрылғыларыңыз болса да осылай жасап алсаңыздар болады. Енді коржиктерімізді листімізге салып аламыз. Мен бетіне қант сеуіп жібердім. Енді 170-180 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Яғни сіздер өздеріңіздің духовкаларыңыздың градусына қарай пісіріп алыңыздар. Яғни сәл сарғайып, қызғыш түске кірсе жеткілікті. Міне мен екінші қамырымды да жайып алдым. Енді екінші қамырымды мен осылай стаканды қойып, шетінен осылай құрылғымен жүргізіп алатын боламын. Сіздерде егер ирек кесетін құрылғыларыңыз болса, осылай жасасаңыздар болады. Менде осылай сызық түсіп қалды. Ол ештеңе де етпейді. Яғни енді стаканымызды қойып, осылай үстінен баспай кесіп аламыз. Қалған қамырларымызды дәл осылай кесіп аламыз. Шеттерінде қалған қамырларды тағы да домалақ жасап, олардан да осылай коржиктер жасап алсаңыздар болады. Енді 170-180 градуста тағы да 20 минут пісіріп аламыз. Достар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте қарапайым әрі өте дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, пікірлеріңізді комментариймен қалдырыңыздар. Сіздерге ас болсын.